Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді, әрі үй жағдайында оп-оңай жасалатын тандыр самса жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға бір жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 30 грамм сұйық майды құйып, 9% уксустан 1 шай қасық қосып араластырып аламыз. Енді оның үстіне тұзды суды қосып, жұмсақ қамырлейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды жұқа етіп жайып, оның үстіне еріген сары майды құйып, барлық шетіне жағып шыққан соң, дәл видеодағыдай орап, оны холодильникке жарты сағатқа қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Пияз, картоп, фарш және дәміне қарай тұз, қара бұрышты қосып, дайындап қоятын боламыз. Қамырды теңдей бөліктерге бөліп, оны жайып, ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай орап болған соң, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, ал ақуызын басқа кесеге бөліп аламыз. Бетіне өз қалауларыңызша мақ немесе күнжітті сепсеңіздер болады. Енді қатты қызып тұрған қазанға самсаны жұмыртқаның ақуызына толығымен батырып аламыз. Енді қазанның шетіне толығымен жабысқанша қойып, ұстап тұратын боламыз. Егер қазан қатты қызып тұрмаған болса, онда самса түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан алдын ала қатты қыздырып алуларыңыз керек.
Жабыстырып болған соң әр 10 минут сайын бетін ашып тұрыңыздар. Сонда іші буланып кетпей, жақсы пісіп шығатын болады. Міне 20-25 минуттың ішінде дәл осылай қызарып, іші де толығымен пісіп шығатын болады. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетуді де ұмытпаңыздар.